Салымсыз түрде, тегін түрде саған просто регистрация өткен үшін шотына $10 жібереді. Сен $10 арқылы күнделікті 300-1000 теңге табыс таба аласың. Күнделікті достар. Мысалы ретінде қараңыздар, мен шотымда уже $97.98 бар. Мен бұл тапқан табысым. Одан бөлек мен бұл жақтан уже $30 шығарып көрген болатынмын. Және де шотыма келіп түсті. Қазір осы бейнероликті тағы $98 шығаратын боламыз. Сондықтан бейнеролик соңына дейін көріңіз. Сіздер де бұл жақтан осындай табыс таба аласыз. YouTube арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені бұл жақта сіздерге расымен-де интернет желісінде қалай ақша табуға болатынын сіздерге көрсетемін және үйретемін. Ең бірінші достар, Telegram каналға тіркелеміз, сілтемесін описание қалдырып кетемін, өйткені барлық іс-қимыл осы Telegram каналға связано, яғни осы жақта барлығын қарап істейтін боласыздар. Телеграмна постқа тауып аламыз, осы жақта регистрация өту деген сілтеме тұр. Осы сайтқа өтетін боламыз, және де мына жақта мына қараңыздар, бүгін уже примерно 30 адамдай өз $10 алды. Просто чатқа өздерінің почталарын қалдырды и каждыйына $10 жіберді. Сондықтан ертең ар күнде әлі 1 апта, 2 апта уақыт бар. Сондықтан алып үлгеріп қалыңыздар. Бірақ любой момент бұлар тоқтатады, яғни бітті лимитіне жетсе уже тоқтап тастайды. Сондықтан бірінші болып алып үлгеріп қалыңыздар бұл жақтан. Регистрация қалай өтетініміз қазір көрсетіп кетейін. Бірінші өзіңіз email почтаны жазасыз. Немесе email почта болмаса, онда мобильный номер телефон жазсаңыз болады. На вкладканы таңдап, бұл жақта Қазақстан кодты таңдайсыз, 7 деген санды и номер телефон жазасыз, на батырман басасыз, сіздің WhatsApp-ыңызға код келеді, кодты осы жаққа енгізесіз, 6 саннан тұратын парольді қайталайсыз и регистр деген басасыздар. Ал егер де email болса, бұл жаққа өз emailіңізді жазасыз. Жазғаннан кейін на батырман басамыз, яғни біздің почтамызға қазір код келетін болады. Міне достар, Swex дегеннен код келеді, 6 саннан тұратын скопировать етіп аламын. Және мына жаққа қоятын боламын. Так, пароль ойлап табасыздар. Және төменге түсіп регистр деген батырман басамыз. Сіздер регистрацияны сәтті өттіңіз. Так, кірдік. Енді біз өз аккаунтымыздың настройкасын жасау керек. Ол үшін адам тұрған батырман басамын. Төменге түсем, security деген кіремін. Біріншісі ортасында тұрған басамын. Және сіз өзіңіздің адрес 20 адрес кошелегіңізді осы жаққа сохранить етесіз. Яғни болашақта сіз ақша шешкен кезде бұл керек болады. Оны жасап болғаннан кейін үшінші вкладқа өтеміз. Set withdraw password дегенге басамыз. Және де сіз өзіңізге пароль ойлап табасыз, пин-код. Мысалы ретінде мен 6 саннан тұратын 111 деп жазамын. Сам беттеймін, все сохранить еттім. Аккаунтты сәтті өткіздік. Енді бізге $10 шотымызға түсіру керекпіз, $10 алу керекпіз. $10 алу үшін өзіңіздің почтаңызды регистрация өткен немесе номер телефоныңызды на комментарий қалдырасыздар. Телеграмға өтеміз және де өзіміз чатты ашамыз. Біздің өз жеке чат ақша табу деген. Осы жаққа сіз Gmail почтаңызды қалдырып кетесіздер. Мысалы ретінде мына адамдар қалдырып жатыр, просто осы Gmail почтаңызды қалдырасыз. Мына посттың астына да жазып кетсеңіз болады, осы жақтан қазір төмен түсем. Мына жаққа 95 комментарийді осы жаққа жазып кетсеңіз болады почтаңызды. И сізге ответ қайтарады. Плюспен қайтарса, все, сіздің шотыңызға ақша жіберілді. Мысалы ретінде мына ақша табу деген мысалы бір адам жіберген, соған плюс мұны қалдырды. Плюс қалдырса, значит сіздің шотыңызға $10 жіберді. Ол $10 келді ме, келмеді ме көру үшін мына батырман басасыздар, assets деген. И мына жақта сізде $10 тұру керек. $10 сізге түскеннен кейін, ол $10-ды сіз торговля счетқа жіберу керексіз. Ол үшін не істеу керек? Мына жақта трансфер дегенді басасыздар. Одан кейін сіз мына жақта USDT таңдайтын боласыз. И мына жақта L дегенді басасыз. Яғни максимальный сумма, қанша сумма бар, соның бәрін трансфер ретінде жіберу керексіз торговляға. Confirm деген басасыздар. Содан кейін сізге бұл жақта сигнал бойынша бұл жақта сіз сигнал беру керексіздер. Сигналды алу үшін мынандай Telegram группа бар. Оның сілтемесін тоже описание қалдырып кетем. Осыған тіркеліңіздер және де Telegram каналға тоже қалдыратын болам. Бұлардың сигналы бойынша сіздер сигнал қою керексіздер. Міндетті түрде өздерінің условиясы бойынша. Егер де сіздер өзіңіз $10 кез келген бірдеңкеге сигнал беретін болсаңыз, онда сіз ақша шығарған кезде сізге шартпай қояды. Өйткені сіздер олардың условиясы бойынша, олардың тапсырмасы бойынша сіз істемедіңіз. Сондықтан бұл жақта ақшаны успешно шешу үшін олар не айтады, соны бізге істеу керек. Қазір бізге 2 сигнал береді, күніне 2 сигнал береді. Мына жақта закрепленное сообщение көрсек болады. Қараңыздар, жоғары көтерілейік. Мына жақта ойын деп тұр, яғни победа деп тұр. Мұны мысалы 2 сигналдың біріншісі сағат 16:00-де береді, кешкі сағат 4-те. Мысалы ретінде трейдинг BTS USDT, обычно по дефолту BTS USDT деп тұрады мына жақта. Сіздер мына жақта фьючерстен ортада батырман бассаңыздар, өзі по дефолт тоже BTS USDT деп тұрады. Одан кейін сіздерге ровно мысалы
16:00-де кіру керексіздер. 16:00-де кірген кезде по дефолту мынаның уақытымен болып тұрады. Мысалы 20:10, 20:20 деп тұрса, мына жақта Қазақстан уақытымен басқаша болып тұрады, бірақ та сол минут болып тұрады, 10-20 минут болып тұрады. Бұларды 4 сағат алды или артта сондай ойнайды біздің разница. Бұл Токионың времясымен есептелініп тұр бұл жерде. Мысалы, мына жақта 10 минут деп тұр, сіз мына жақта 10 минут деген таңдайсыз. Одан кейін 20:10, 20:20, я. Мына жақта мына бана айтып кеткендей өз уақыт дефолты тұра береді, бұл жақта өзгерте алмайсыздар. Одан кейін мына жақта всегда up деп жібереді. Up деген ол мына жасыл батырма, яғни кал, вверх деген мағынаны білдіреді. Мына басасыздар. Одан кейін обязательно тоже бұл да міндетті түрде сізде $10 болса, только 10%-ын ғана, банктың 10%-ын ғана тіге аласыздар. Мысалы, $1 деп басасыздар. Мысалы, сіздер $1 қоясыздар, потом ол не болады? Доход плюс болады, сіз потом 50 цент пайда табатын боласыз. И счетыңызда мысалы $10 5 цент болады. Сіз келесі сигнал берген кезде қайта 10% қоясыз. Оны есептеп отыру үшін просто калькулятор керек. 10-да 5 деп жазасыз, өзіңіз суммаңызды, счетыңызда қанша банк бар. И оны сіз 10-ға көбейтесіз. Көбейту 10 деп жазасыз, одан кейін процентті басасыз. Все, сіз, значит, келесі сигналды қоятын кезде $1.05 қою керексіз, яғни $1.05. И получается, сіз каждый раз сигнал берген сайын сіздің доходыңыз үлкейе береді. Бірінші күні 400 теңге тапсаңыз, екінші күні 500 табасыз, үшінші күні 600 табасыз, деген сияқты. Солай сіздің доходыңыз күнделікті прибыль өсіп отырады. Кал дегенді басасыздар, и все, болды. 10 минут күтесіздер, 10 минуттан кейін өздері біткеннен өздері группада да win деп жазады. Win деп жазғаннан кейін сіз өзі счетыңызды абонент етсеңіз, бана 5 цент обязательно келетін болады. Бірінші сигналдар 16:00-да, точнее екіншісі. Бірінші сигналдар бұларда сағат, қателеспесем, 10:00-де. Міне, Қазақстан уақытымен 10:00-де. 10:00-де береді, екінші сигнал 16:00-де. Осыны, именно осы уақытта кіру керексіз, и сіздерге осындай жіберетін болады. Сол кезде сіздер сигнал жіберетін боласыздар. Айтып кеткендей, олардың айтуынша ғана істеңіздер, өздеріңіз емін-еркін басқа бірдеңелерге сигнал беріп, нетсеңіздер, сіздер условия нарушать етесіздер, соның салдарынан сіз бұл жақта табысты шығара алмай қаласыздар. Осындай тұрғыда сіздер күніне 2 сигнал беріп отырасыздар. Бұл жақта абуза жасауға бола ма деген сұраққа кетсек, негізі болады, бірақ та сіз мысалы почтаңызды жіберген кезде басқа телеграм аккаунт болу керек, плюс сіздің басқа IP адрес болу керек, чтобы сіз басқа адам болып кіргендей болып кіру керексіздер. Бұлай абуза жасауға болады бұл жерде. Абуза жасасаңыз, сіздің ақшаңыз 2 еселенеді, 3 еселенетін болады. Енді бұл жақта ақша шешуіне келек. Минимальный вывод қанша десеңіздер, минимальный вывод бұл жақта жоқ. Просто бұл жерде оборот жасау керек. $10 сіздерге құйып берген кезде, сіз $10-ға оборот жасау керексіздер. Яғни сигналға $10 қою керексіздер. Мысалы, сіздер $1-дан қойсаңыз, значит, примерно 9 сигналдан кейін сіздің оборотыңыз $10 болады. Ол 9 сигнал беру үшін сізге 5 күн керек. Значит, сіздер 5 күннен кейін бірінші прибыліңізді шеше аласыздар. Енді бұл жақта қалай ақша шешеміз десеңіздер, айта кетейін, сіздер $10 бергенді шеше алмайсыздар, тек қана прибыльді ғана шеше аласыздар. Мысалы, $10 құйып берді, сіз $20 тапсаңыз, $10 шеше аласыз, ал $10 сіздің счетыңызда тұру керек. Трансфер деген басамыз. И мына жақта трейд деген таңдаймыз, яғни біз уже торговлядан withdraw, яғни exchange-ға апарамыз. Exchange жереміз, USDT. И мысалы мен бұл жақтан таза табыс $1.98 таптым, Conframe деген басамын. Окей. Все, менде трейд, яғни торговля счетта менде $10 қалды ровно. Ол өздерінің құйып берген $10, ал мына exchange, яғни выводқа доступно деген менде қазір сәтте $67.58 бар. Енді қазір бұны бірге шешіп көрейік. Withdraw деген басамын. Мына мен өзімнің адрес кошелегімді сохранить етіп қойғам. Amount-қа L деп басам, яғни максимальный сумма. И мына жерде өзімнің пин-кодты жазатын боламын. Мына жерде Conframe дегенді басамын. Все, бізде вывод сәтті шықты дейді.